жазууга болмойт, тамырын пайдаланабыз. Маселен, басым көптүү өсүмдүктөрдү жаңы дәрилик тамырын пайдаланабыз. Иә. Сол үчүн жаңағы басқа елден Тамырын алып. Енді ол мысалы Қытайда соншалықты көп па осылардың барлығын жаңағы тонналап шығарып тасып жатқан, әлде қолдан өсіре ме? Қолдан өсіріп жатыр. А осыны қаншалықты қолдан өсіруге болады? Оны кез келген түрін өсіруге болады. Иә. Қолдан. Енді ішінарасы болады, жаңағы мына Табиғи жағдайларға байланысты өседі, иә? Климатқа байланысты. Иә, иә. Тропикалық өсімдіктер болатын болса, ол мәселе өспеу. Ондай ылғал болмағаннан кейін өспейді. Кейбіреуін мәселен бұны сол өсетін орнына қарай тауда өсіреді. Иә, таулы жерлерде. Раубаш деген шөл дәрі бар ғой. Қытайда соны тауда өсіреді. Таудың төбесін. Негізінен биік таулардың үстінен жинап жүретін еді ғой? Иә, биік тауда өсіреді. Иә, сол жақтан жинап жүріп сататын. Жазыққа өспейді. Иә, енді. Оның да жаңа ауа нелері бар ғой, әсерлері бар ғой. Қазылық керек. Иә. Кейбіреу салқындық керек. Сәулесін сүйетіндер болады, кейбіреу керісінше көлеңкеде өседі. Оларды Қытайдың ана ішкі жағында көп таулы жерлер бар ғой. Иә. Негізі шөптері көп өсетін жер мына Сычуань деген провинция. Таулы. Иә. Сол жердің көп өсіріледі ғой. Мәселе сол өсіріп отырғаннан ғой осылай жетілдіріп отырған. Әйтпесе табиғаттан жинайтын болса бұл әлдеқайда қымбатқа түсіп кетеді дейді. Қымбатқа түседі, одан кейін ондай мөлшерде жасай алмайды да, таба алмайды. Жасай алмайды, одан кейін Қытайда көп жаңағы табиғи түр жоқ. Иә. Негізінен өседі. Енді шын айтқанда Қазақстанда ананы қызыл кітапқа енгізе бермей, керісінше соны өсіріп көбейту мәселесін қарауға болады ғой. Болады. Енді бірақ енді өкінішке орай біз малға беретін шөпті өсіре алмай жатқан кезде дәрі жасайтын шөпке. Енді біздерде сұраныс бір жағынан солай да ғой, сұранысқа байланысты сұраныс бар. Ана зердені білесіз ғой. Иә. Олар өздері өсіреді екен. Иә, біраз нәрсені. Қызылнияны өздері өсіреді. Сатылымға шыққан қызылниясы тамыры жіңішке көрінеді. Иә. Табиғи емес екен көрініп тұр да. Табиғи жуан көп уақыт өседі ол негізі. Бұлай жайылып өседі, одан тік өсетін тамыр. Көбінде сол 2 жылдық қой мына зерденің әзірге. Иә. 2 жылдан алған, иә. Мен ондай нәрсені көрдім, мына Қытайда жақсы пайдаланады, сосын кейін не көп пайдаланады ғой, користерде ше. Женшен деген ше әлгі. Не деп айтамыз? Алтын тамыр ма? Қазақша қалай болады ол? Адам тамыры деп те қояды. Алтын тамыр бөлек. Адам тамыры деп қояды. Қытай, Корея өзі қатты жалпыластырып жүрген сонша, және барлық нәрсесінде тұтынады өздері. Барлық нәрсе. Олар жаңағы өйткені ол бір тағамға да, жаңағы ауру емдегенге де қолданылатын сөз дәрі ғой. Сондықтан оның несін бұлар жақсы. Дәрісін бір бөлек дайындайды, сусын ретінде дайындайды, одан әрден соң. Капсула түрінде. Иә, ол сонымен бірге оланы немен де дайындағандарын мен көрдім. Тәтті жейтін бар ғой біз кәмпиттеріміз ғой. Иә. Соларға да қосып қойғанша барлық нәрсеге. Кофеге де қосқан. Иә, женшен. Сол енді біздің шамамыз жетіп отқан осы саумал. Саумал капсулада шығарып, мынау жаңа сізге айтып attым ғой. Витаминдер деп. Витаминдердің бәрі жиынтығы бар. Енді мына жерде қараңызшы. Ана С ма витамин? А екен. Витамин А, иә. Сосын мынау С. Иә. С витамин мөлшерін қараңызшы. Жылқының сүтінікі қаншалықты көп ананың сүтінен. Мына жерде Д витамин де сол сияқты. Міне Д витамин. Иә. Мынау Д, иә? Д витамин көрдіңіз ба? Мынау ананың сүті. Қаншалықты? Мынау биенің сүті. Одан кейінгі жаңағы С витамин. С витамин мына. Иә, мына жер 150. көрдіңіз ба? Қанша есе көп та.
осыларды мен көрдім. Енді мен дәрігер емеспін ғой, химик емеспін, бірақ осын сұрасам, бұл витамин С витамин, Д витамин неге осыншалықты көп десем, біріншіден Д витамині жылқы қысы жазы далада дейді да. Мына терісіне Д витамині өткізу мөлшері өте жоғары деп ше. Сол арқылы сүтте Д витамині бар. Басқа мына сүттерді қарасаңыз, қойдікінде, мына сиырдікінде өте аз мөлшерде Д витамині жоқ десек те болады да. Ал жылқыныкінде Д витамині бар. Бұл не нәрсені береді? Мына витаминдердің барлығының сіңуін жоғары деңгейде арттырады екен да. Сосын ал енді С витамині ана сүтінде азырақ. Неге биеде көбірек десе, бие жаңағындай шөп жейді екен да. Соған байланысты қышқыл нәрселер көбірек болады дейді жылқыда. Сосын мынандай ғой, мысалы құлын туатып бір 5-6 сағатқа жетпей аяқтанып кетеді ғой. Сондағы осы мына қуат болмаса, ол олай аяқтанып кете алмайды дейді да, күш керек. Енді қазір бізде барлық адамдар ауырады ғой. Сосын айтады, иммунитет түскен деп. Соны өткенде бір дәрігермен сөйлесем, негізінен адам иммунитетін көтерсе болды, адам жазылады. Не істеймін десе, иммунитеттің көтеретін керемет нәрсе бұл ананың сүті дейді да. Ананың сүтін мен қайдан табамын десем, онда биенің сүтін іше бер дейді да. Сонда ана мен биенің сүтінің екеуінің бірдейлігі да, біріншіден. Екіншіден сүт екі топқа бөлінеді екен. Мен оған дейін білген жоқпын ғой. Сөйтсем, сүт казеин тобы мен альбумин тобына бөлінеді екен. Альбумин тобы деген қайтадан қалпына қайтып келеді. Казеин тобы ол қалпына қайтып келмейді екен. Өйткені сүтті анау суы бөлініп тұрса, сиырдың сүтін араластырып жіберсең, ол айран болып қалады да, қою. Биенің сүтін қайтадан араласа, қайтадан сүт болып тұра қалады, сұйық. Сол үшін бұл альбумин тобына жатады екен. Ананың сүті мен биенің сүті альбумин тобына жатады екен, қалған сүттердің бәрі казеин тобына жатады екен. Сол үшін де мына биенің сүтін пісірмей пайдаланады екен. Бір, екінші 2 сағат сайын сауады. Ананың да солай ғой, 2 сағат сайын баласын емізіп отырады деген сияқты. Одан кейін бұны пісірмей жаңағы пайдалану мәселесінде да. Шикідей өйткені альбумин өзі табиғи піскен деп есептелінеді екен. Сонда альбумин сүттің құрамында көптеген микробтар болмайды екен. Казеиннің құрамында бар микробтар альбуминде болмайды екен да. Ал сосын мен енді ана туберкулезді зерттеген бір немен сөйлестім. Енді қалай сіздер уақытында туберкулезді емдедіңіздер? Онда бұның не әсері бар деп. Сол кезде маған айтады да, енді туберкулездің мынандай несі болады дейді да. Палочки деп қояды ғой, таяқша бактериясы. Енді біз дәрімен емдегенде дейді, бұл таяқша бактериясын дәрімен қоршап тастаймыз дейді. Ол дамымауы мүмкін дейді да, бірақ ағзадан ол жоғалмайды. Адамның иммунитеті түскен кезде бұл қайтадан қосып кетеді дейді да. Ал енді биенің сүті, қымыз қаншалықты болды деген кезде айтады да, мына химия болғаннан кейін, мынау дене биологиялық қой. Биологиялық клетка мына химияны өзінің ішіне кіргізбейді. Ал енді бие сүтінің қымыздың ерекшелігі не нәрсе дегенде, бұл қымыздың несі биологиялық дене болғаннан кейін мына палочканың ішіне кіріп, мынаны жеп қояды екен. Ағзадан мүлде жоғалтып жібереді. Сонда биологиялық дене мен химиялық дененің айырмашылығы сонда, қымыз неге емдейді деген кезде, ол мысалы ана саумал емдеген кезде қалай емделеді деген кезде мен енді несінде сұрадым ғой, сонда айтады да, мына қанның клеткалары домалақ болады ғой, түйіршікте бір-біріне қосылмаған. Мысалы химиялық спирт ішкен кезде солардың бәрі сыртындағы май қабықшасы еріп кетіп, мына бір-біріне жабысып қалады дейді. Сосын адамның ана бас ауырып, бүйтетін себебі содан, өйткені ана бір-біріне жабысып қалғаннан кейін қан тамырларға жаңағы жүруі нашарлайды деп ше. Ал енді қымыз ішкенде қандай жағдай болады десе, қымыз ішкенде дейді, ол биологиялық дене болғанда мына қанның нелері бар ғой жаңағы, солардың ішіне кіреді екен да, мына қанның ішіндегі микробтар жеп қояды. Ауру микробтар қанның ішінде жүреді екен ғой. Солар бір-біріне қосылып қалса, қосып кетеді, адам ауру болады дейді да. Мысалы, барлық аурулардың клеткасы бізде бар дейді да, ол қанымыз айналып жүр дейді. Бірақ анау жарылған кезде, тоқтап қалған кезде ол сол жерде қосып кетеді дейді да. Ал қымызбен емдеу барысында біз нені көрдік дегенде, соның ана қымыздың молекулалары сол клетканың ішіне кіріп, ана ішіндегі жаңағыдай адам ағзасына керек емес нәрсені жеп өмір сүреді екен. Қымыз ағзада қаншалықты уақыт жүреді дегенде, сол қанда айналып жүріп,
қант тазартады екен. Мысалы қарапайым нәрсе, егер кешке жақын сіз бір кесе қымыз ішіп ұйықтасаңыз, таңертең ұйқыңыз тұнық болады. Бұл не нәрсе дегенде, ана қанның қоюлығына байланысты адам басына оттек жетіспейді. Таңертең адам тұрған кезде ұйқысы қанбай тұрады дейді. Ол негізі оттек жетіспеушілік дейді. Мысалы, ауылға барғанда, тауға барғанда біздің ұйқымыз шайдай ашып тұрады ғой. Өйткені ол ауаның жетіскендігінен дейді. Ал қазір әсіресе қалада тұрып жатқан адамдарда ауа жетіспейді. Ол өзіміз тозық ауа алмағаннан кейін өкпе апарады екен ғой қанға. Сол қанға ауа жетпегеннен кейін қанның айналуы жайлана берді де, көп аурулардың қосып кететін себебі содан дейді. Ал енді қымыз ішкен кезде осы барып жаңағы қанға ауа жеткізуші екен. Сөйтіп қанның ішіне ауа барғаннан қанның айналымы тездегенде мына бастың бәрі клеткаларға қан барып үлгергенде таңертең адам тұрғанда миы шайдай ашып қалады. Сонда енді қазақ бұрын қалай қымызбен емделді дегенде, оның әсері осындай да. Ол кісі енді өзінің кандидаттық жұмысында, докторлық жұмысында қымызбен емдеуде пайдаланған ғой, совет үкіметінің кезінде. Өзі Қазақстанда жалғыз профессор. Бірақ алдыңғы жылы қайтыс болып кетті. Мен соңғы рет интервью алдым. Сол жылы бір 5-6 айдан кейін. Ол кісінің енді әртүрлі не бар. Мен ойлаймын, ол кісі өте үлкен мақала жазған. Қандай деген кезде, қазір біздің бауырды емдеуге қолданып жатқан дәрі бар ғой, оның мүлде дұрыс еместігін ашып жазып берген. Иә. Содан енді біреулер айтады да. Сонда ол кісі маған көрсетті, ол менде бар. Соны көрсетті да, маған түсіндіріп айтты да. Неге бауырды мына емдеп жатқан нәрсе? Ол кісі айтады, ішқұрыс аурулары кафедрасында істеген кісі ғой. Біз осыдан 30-40 жыл бұрын емге саумал қымызды пайдаланғанда бізде кәдімгідей бауырымен ауырып келген адамдар жазылатын. 30 жылда менде бірде-бір пациент жазылмады дейді. Неге? Өйткені бізге берді, мына дәріні беріңдер деді. Берем дейді аз мөлшерінде да. Сосын кейін кім өз-өзіне қарады, жаңа диетасын ұстағаннан кейін ол адамдарда біраз жеңілдік бар дейді да. Бірақ мына дәріні тұрақты істеп келе адамдарда жазылу жоқ дейді. Соған мен қатты таң қалдым дейді. Жерде уақыт өйтіп бүйтеміз дегенше 30 жыл уақыт өтіп кетті дейді да. Сосын мен осыны тексеріп көрейінші дедім дейді. Ана дәріні жасаған кезде бауырдың клеткасын қараған екен да. Соның 80%-ы бір нәрседен тұрады, 20%-ы ғана белоктан тұрады деген екен да, жаңа бауыр клеткасын. Дәріні соған байланысты жасаған екен да, мына синтетика дей салайықшы. Ананы жазатындай қылып дейді. Бірақ дейді, сол біз дәрілерді берген кезде адамның бауыры өсу мәселесі қаралды. Ең соңы циррозға апарып соқты дейді. Біз түсінбедік дейді, енді дәріні бізге беріп жатыр ғой деп ше. Соны зерттеп көрейін деп мен беріп тексертсем дейді, керісінше екен дейді. Мына бауырдың клеткасының 80%-ы белоктан тұрады екен. Яғни біздің беріп жатқан дәріміз ол адамды жазған жоқ, керісінше бұл адамды ауыртты дейді да. Біз ол адамға мынаны емес, біз оған белок беруіміз керекпін дейді да. Енді белок қайда бар десем, бұл жұмыртқадағы бар белок пен саумалдағы белок қана. Адамның сол бауырына келетін. Неге саумалдан бауыр жазылады деген мәселеде, сонда бауыр клеткасына қажетті белокты саумалдан алады. Соны ол кісімен көп сөйлесіп, сосын кейін барып мен мынаны осындай жағдайға келтірдім ғой. Ол кісі дәрет. Енді ол кісі бұны хат ретінде президентке дейін жазды. Біз қазір басқа нәрсе жасай алмаймыз. Мына балалардың арасындағы иммунитет түсу ауруларының барлығында біз осы саумалды берсек, мемлекет осыған қаражат бөлсе, біз енді бауырмен ауыратын бәріне береміз демей қояйық, оған жетпейді. Біз ең болмаса 1%-ына беруге осыған рұқсат берсеңіздер. Біз ана жазған кезде мына бауыр ауырып келген бала мынаны ішін деген кеңеске ана жазады ғой рекомендация. Соған біз жазып берсек, соған рұқсат беріңдер деп айтты, бірақ ол кісінің хаты барды ма, жетті ма, жетпеді ма мен білмеймін. Енді бұйыртса биыл сол хаттың артын көтерсем деп отырмын. Кімге барды, қай жерден қалды, рұқсат берсе неге берді, неге бермейді. Өйткені себебі ол кісілер бір рет хат жазған кезде айтқан екен де, бізде қазір сауылып жатқан саумалдың санитарлық нормасына ешкім жауап бермейді. Біз соған байланысты ауруларға бер деп айта алмаймыз деп ше. Баяғыда енді совхоз ба, ферма болып әдемілеп салса, ол жерде біздің дәрігерлер жұмыс жасайтын болса, біз мүмкін не беретін едік, рұқсат беретін едік деп. Содан мен мынаны жасап шыққанда ол кісі қуанды ғой. Енді мынау енді санитарлық нормаға бәрі толады, сауған кезек бар, кептіргендегі бар, саумалға, капсулаға салғандағы бар, бұның барлығы дәрінің стандартында жасалынған нәрсе ғой. Сонда бұл жерде артық микроб жоқ, бәр нәрсеге таза.
енді осыны біз береміз деп сол хат жазған. Бірақ енді ол кісі қайтты, бірақ ол кісінің шәкірті бар қазір сөйлеп жүрген Бақытжан Бейімбет деген кісі. Ол сонда Астанадағы жаңағы гастроэнтерологияда сол бөлімді басқарады. Бірақ енді кейбір адамдар осы нәрсені енді осының барысында жаңағы шу барысында қаншама адамдар жазылды, өздері нәрселерін айтып жүр ғой. Кейбір дәрігерлер оны иә деп айтқысы келмейді. Иә. Ал енді ал бірақ сол 2-3 дәрігердің басын біріктіріп, бізде бір адамға сол шек жаман ауру деп шегін кесіп, бірақ шектің ана тесігі бітелінбейді деп бүйтіп не қойған ғой. Сыртқа шығарып ше зәрін, иә. Содан сол болмайды, содан кепті да, ана кісі бізбен қатар жұмыс жасайтын келіншек, соны сіңлісі екен. Сонда сіңілім ауырып қалды, сөйтсе мен айттым да, негізінен рак деген ол ауру емес деймін да. Ол иммунитетті көтеретін болса, аурулардың бәрі бірдей. Сонда осындай саумал бер дедім, енді ауырып жатқан адамға мен сыйлығым болсын апарып бердім. Содан сөйтіп бұл тоқтамай саумал ішеді ғой. Сөйтіп жаңағындай 3 ай жүресің, 6 ай жүресің деген дүние 1 айға жетпей бітіп кетеді. Соны дәрігерлер не іштің деп сұрайды ғой. Айтам мен саумал іштім. Содан сол 2-3 дәрігер бірігіп, бұны 5-6 адамға сөйерге беріп, сонымен бұныңдан ішкен адамның иммунитеті қандай деңгейге дөңгелек жағында ғылыми мақала жазып шықты. Менде тұр жазған несі. Сонда бұл саумалдың солай, бірақ енді өкінішке орай біздің дәрігерлер оған қызығып, бір ғылыми жұмыс жасап жатқан жоқ та. Ал ана 2-3-еуі өйткені өзінің көз алдындағы адам жазылғанын соны жасады. Соның сыртында адамдар бұны жақсы алып, жақсы ішті. Енді тыңдасаңыз, радиода да, телевидениеда әрқайсысы өз нәрсесін айтып жатады. Мен асқазаным жазылды, менің бауырым ететін, мен бүйрегім бұлай болған, мен тізем жүргізбейтін, мен көз мүлде көрмейтін деген сияқты да. Солардың барлығына келтіріп жатыр. Бұл нәрсені иммунитет көтерілгеннен кейін бұл белгілі бір деңгейде өзінің әсерін беріп жатыр деп. Сол үшін енді біз бұны дәрі демейміз. Бұл саумал мына шығарылған сертификатында да тұр да. Бұл тағам. Иә. Анау бат дегені бар ғой, бұл бат та емес. Өйткені бат болса, белгілі бір витаминді қосылып, ана күшейтеді. Күшейтіп оны биоактивный добавка дейді ғой, ол биологиялық белсенді қоспа деп айтады. Бұл ондай қоспа да емес. Бұл кәдімгідей биенің сүті кептіріліп салынған бұл тағам. Біздің яғни ағзамызда жетіспейтін негізгі нәрсені беріп отыратын да. Жаңағы ана бат деп отырғанымыз биологиялық активті қоспа ғой. Ол өте жаңағы жіңішке мәнерленген. Одан кейін қоспасы бар. Бұл адамға сіңбейді. Керісінше, мәселен, соның ана кальцийлері, витамин С осындай түрі көп тұтынған адам бүйрегіне таспайды. Анау ағзаға сіңбегеннен кейін бір жерге барып жиылады ғой. Ол сіңбегеннен кейін шығарып жібереді ғой. Шығарып жібереді, көбі жаңағы босқа далаға кетеді. Кіші дәретпен шығу керек. Сол үшін жаңағы ана бүйрекке барып тоқтайтын. Байлану мәселесі. Енді осы кезде енді дәрілердің сіңуінде мысалы қазақтар тамақ сіңдірем деп жаяу жүреді, далада жүреді, бұрын атқа мінген ғой. Тамақ сіңімділігі өте жоғары болған. Біріншіден ана күннен алынған D витамині бар. Екіншіден дене қозғалыста болады. Соның нәрсесімен тамақ сіңуі жақсы болған. Қазіргі біздің жағдайда тамақ сіңуі жоқ қой. Біздің қарнымыз бүйтіп қампиып шыға келеді. Ал тамақ сіңбегеннен шек кеңіп кетті ғой. Ал енді тамақ сіңуде не нәрсе деген D витамин рөл атқарады да. D витамині біз күннен аламыз десек, табиғи түрде. Біз таңертеңнен кешке дейін үйдеміз, одан шығып машинада отырамыз, одан офисімізде отырамыз дегенде біздің күнмен байланысымыз аз екен. Сол үшін тамақ сіңбегеннен біздің тәбетімізде ашылмайды екен. Енді сіз бір күн тауға шығыңызшы, сіздің тәбетіңіз қалай ашылады да. Сонда бұл күнмен адамға байланыс болғанда D витамині болады екен да, ол жаңа сіз ішкен жеген нәрсені сіңіріп жібереді екен. Жаңа сіз айтқан сияқты биолог активный добавка деп қоямыз ғой енді, биобелсенді қоспалардың ағзаға сіңбейтін себеп D витамині жоқ. Ал енді мынада қарасаңыз, жаңағы осының құрамында витаминдер бар, және D витамині көп мөлшерде болып тұр да, басқа витаминнен көрі. Ол мына витаминдердің басын біріктіріп, ағзаға сіңуге. Табиғи болды. Табиғи ғой, өйткені себебі өзі солай келген.
Бұл жаңағы бізді мәселен Алла тағала жаратқанда сол нәрселер көп болған ғой. денемізді мына табиғи нәрседен қабылдауды ажыратады. Иә. Мәселен өңделген жаңағы мына кез келген таблеткасы болсын, витамині болсын, кальцийі болсын, бұл өте жіңішкелікке мән берілгеннен кейін оның қоспасы көп болғаннан кейін оны дене қабылдайды. Осы нәрсені сөзіңіз аузыңызда. Мен дәрігерден сұрағанда айтты дәрігер. Аллах тағала бізді жаратқанда біздің денеміз биологиялық дене дейді да. Мына жасанды нәрсе бұл химия дейді да. Адамның ағзасының клеткасының мықтылығы сондай, мына химияны кіргізбейді дейді да ішке. Сол үшін де ағзада жүріп ағып кететін себебі содан дейді да. Биология өзіне. Бұған не керек дегенде жаңағы шөп биология ғой, қабылдайды. Сүт биология ғой, қабылдайды дейді да. Мынаның жаңағы сен дәрі бергенде әсер ете алмай, саумал бергенде әсер ететін себебі ол содан дейді екен, бұл табиғи биологиялық дене болғаннан кейін қабылданады деп ше. Енді біздің денемізді былай қарасаңыз бір үлкен сауат. Иә. Мәселен, бір стақан су ішсеңіз, ол бірден денеңізден сыртқа шығып кетпейді. Иә. Ол неше рет жаңағы айланғанда былай екен. Жаңағы бұл кез келген жеген затымыз, одан кейін тамақтың құрамындағы су болсын, шайымыз болсын, сұйықтығымыз, бұл қалай сіңіріледі дегенде, бұл булану арқылы сіңіріледі. Иә. Бұл буланған зат өте таза. Иә. Жаңағы буланған су, дестірілген су өте таза. Сол буланғанда бұл енді ысырап болмау үшін оған әртүрлі жаңағы нелерді жаратып қойған. Мәселен, ол буланып кеткеннен кейін ол су керек қой. Иә. Су үшін өкпені жаратып қойған. Өкпе қайтадан суытып, қайта төмен жібереді. Сөйтіп жаңағы айланып тұрады. Ең соңындағы қалдық не термен шығады. Не зәрмен. Үлкен дәрет не? Зәрмен. Мәселен, жаңағы қуықтың өзінде ролы бар. Бұл тек қана кіші дәретті сақтап тұратын қасиет емес. Ол жаңағы қуық толғанша мына аш ішектің жылуыменен тағы да буланып тұрады екен. Бұл буланған суды бауыр қабылдайды екен, ең соңында. Содан кейін жаңағы керексізі сыртқа шығады. Ал енді жаңағы бауыр ауруы әсіресе мына өтке тас байланған, өті қоюланған адамдарды емдеген кезде бұның жаңағы қуығын қоса емдейді. Ана аш ішектен келетін жылуды толық алып тұру керек. Сонда бауырға баратын сұйықтықтың мөлшері көбейеді, жаңағы оның қалдығы ғой, былайша айтқанда, өттің сұйықтығы. Ол сұйылады. Ол қою болса бөліну қиындайды да, сосын таспап байлана береді. Ана жерде ыстықтың кесірінен ол жаңағы азғантай келген су буланып кетіп тұрады ғой, ана қойылып қалады, жаңағы түбіне тұнба сияқты. Сонда бүйрек жақсы жұмыс жасау керек, бауыр да жақсы жұмыс жасау үшін. Иә, бүйрек, мына былай түсіндірейін. Мәселен, бұл судың сіңірілуі бірінші асқазанда буланады екен. Біз ішкен мәселен таза су ішетін болсақ, бұны негізгі көп бөлігін өкпе қабылдайды. Ал одан кейінгі ішектер, тоқ ішек бар, аш ішек бар, 12 бармақ ішек бар. Осыда буланған су жаңа тамақпен бірге бар, буланады ғой. Осыда буланған су мына біздің қанымызға келеді. Ал енді содан сүзіліп барып мына бүйректе буланған су, бұл мына сіздің омыртқаңызбен жүріп отыр, миға. Бұл бүйректегі буланған су өте таза болады екен де, соны миға беріп. Ал енді ол өте ыстық болады екен. Иә. Сол үшін мына мойнымызды ашық жаратып қойған.
мына жерде салқындап тұру үшін. Мойындан өткен кезде Салқындап барып. салқындап барып миға жаңағы қабылдайды. Сол сияқты одан өткеннен кейін барып жаңағы ана қуықта буланып, оны бауыр қабылдайды. Сонда баяғы адам денесі бір үлкен зауыт. Жаңағы анау өте жіңішкелікпен мәнерленген зат, өйткені оны қорыту керек қой. Араластыру керек. Ол араластыратын не жоқ, танымайды. Иә. Оған бір қатты нәрсе келу керек, негізі. Ол қатты нәрсе емес, анау бір дайын нәрсе болғаннан ол өтіп кете береді. Содан кейін жаңағы баратын жеріне қабылданбайды. Иә. Ал енді осы ауру демегенде, жаңағы осы ағзаның әртүрлі осы 5 ағза айтылады, мына жүрек, көк бауыр, өкпе, бүйрек, бауыр. Осы 5 ағзаның жаңағы қызметі қалпына келсе, кез келген ауру жатыр. Онда мәселен ауруды келтіріп шығаратын себептер дейміз. Бұның ең бастысы ішкі себептер, және сыртқы себептер бар, екіге бөлінеді. Шығыс медицинасында оның ішінде қазақтікі бар, ұйғырдікі бар, Тибет ұлтынікі дейміз. Бұл көңіл күйдің тұрақсыздығы. Ал енді сыртқы себеп бірі мына су, екіншісі жел, үшіншісі тыңқылдық деген. Осылар жаңағы денеге демдеп кіреді. Мәселен, рак ауруы бір күн екі күн пайда болған дүние. Ол жоқ дегенде 5-6 жыл, не болмаса 3 жылдан артық бұрын жаңағы ол адам тым ауыратқан болуы мүмкін. Не болмаса суық тиген болуы мүмкін. Содан уақытында емдемей демдеп кіріп, жаңағы бауырдың обырын тудырады. Бұл жерде бұл аурудың таралатын жолдары да бар. Бұл мына бұрын ата-бабаларымыз біз оқыған кітаптарда мына Қытайдың Доң хандығы деген бір шығыс Доң деген бір империясы болған тарихта. Сол кездегі бір емші сол жинақтаған. Сонда айтады да, бұл кітаптың негізгі мазмұны Орта Азиядан келген. Неге десең, осы кітаптағы жазылған шөп дәрілердің бәрі Орта Азияда. Сонда Доң хандығы дегеніміз 500 бәленбайыншы жылда өткен патшалық. Сол кісі осы ауруға диагноз қойып емдеу туралы үлкен еңбек жазған. Сонда бұл жаңағы 5 ағза дедік қой енді. Ішкі орган. Иә. 5 ағза ғой. Міне жүрек, көк бауыр, өкпе, бүйрек, қызыл бауыр. Міне мына сыртындағы стрелканы көріпсіз. Иә. Бұл қалай, бұл сау адам деген сөз. Иә. Мәселен, мына бауырды біз ағашқа теңейміз. Иә. Жүректі отқа теңейміз. Көк бауырды топыраққа теңейміз. Мына өкпені тасқа, не болмаса металға, одан кейін бүйректі суға теңейміз. Мына су болмаса ағаш өспейді. Иә. Ағашты жақсаңыз от болады. Иә. От жалып, күлге айналады. Иә. Күл жаңағы көп жыл жердің астында жатса, ол бір металға, тасқа айланып кетеді. Ал осы жердің астынан су шығады. Бұл мына стрелка осы адамның сау адам деп айтады. Ал осы 5 ағза негізінде 6 түрлі
жаңегісі 6 түрлі кеңістікті ойлап. Иә. Аурудың жаңағы пайда болуы туралы. Сонда мәселен бұл бірінші кеңістік дегеніміз жаңағы біздің мына теріміз, түктеріміз осы айтылады да. Одан кейінгі жаңағы мына жерде айтылмаған мәселен бауырға мына жерде өт айтылмайды. Мына жерде аш ішек айтылмайды. Мына жерде асқазан айтылмайды. Мына жерде тоқ ішек айтылмайды. Мына жерде қуық айтылмайды. Бұл бесеуі осы мына 5 ағзаның баласы ретінде айтылады да. Баланасы ретінде айтылады. Сонда мәселен жаңағы мына жүрек ауруын емдеу үшін ол адамның мына бірінші аш ішегін құрсын. Неге десеңіз, аш ішек ас қорытады, асты сіміреді. Бұл адамның жаңағы ас қорытуы әлсіз болатын болса, жаңағы берген дәріңіз, ішкен тамағыңыз сіңбейді, бармайды. Сол үшін жаңағы ең бірінші осы аш ішегін емдеу. Жаңағы 6 тұғыр дегеніміз, бұл енді мына осы шығыс медицинасы бұл теория болғаннан кейін, кейбір адамдарға айтсаңыз, түсінбейді. Иә. Іс жүзінде жаңағы осы бір ағзаны емдеу үшін екінші нәрсені қарау керек. Мысалы, жаңа жүректен аш ішек дедіңіз. Ана көк бауырдан нені қарау керек? Көк бауырда асқазан. Асқазан. Бауырда? Бауырда жаңағы өт. Мына өкпеде тоқ ішек. Тоқ ішек. Жаңағы судың булануы деп отырмыз ғой. Иә. Мына тоқ ішектегі буланған суды өкпе қабылдайтын. Мына жердегі мына ішіндегі стрелканы көрдіңіз бе? Иә. Жүректен жүрекке. Мәселен, мына бүйрек ауыратын болса, ол бірден жүрекке әсер етеді. Давление болады деген сөз. Неге десеңіз, мына суды отқа шашып берсеңіз, от жанбай қалады ғой. Ал енді жаңағы от жанып жатқан кезде мына тас болатын болса, бұл да дұрыс жанбайды. Иә. Жаңағы емді деген сөз. Иә, отқа жанбайды. Мына ішіндегі стрелка осы бір нәрсе. Мәселен, жаңағы мына бауырды, бұл бауыр ауруын емдеу үшін көк бауыр. Бірінші көк бауырды емдеп алады. Неге десеңіз, бұл бауыр ауырған адамның көк бауыр ауырады. Сонда бұл ауру бауырдың өзінде қалу үшін бірінші көк бауырда жақсартып алсаңыз, мынадағы ауру ешқайда кете алмайды. Кететін жолы жоқ. Жаңағы 6 тұғырлы кеңістік дегеніміз осыдан келіп шығады. Сонда бұл жерде айтылғаны, жаңағы сіздің мына саумал өніміңіз сияқты кез келген тағамды табиғи түрінде пайдаланады. Сол денсаулығымызға пайдалы. Біздің жаңағы мына жердегі мына скрининг жүйесі деген болды ғой. Иә. 5-6 жыл бұрын осы жүйе дұрыс емес екен. Осыны дұрыстау керек. Сол дұрыс емес. Бұл аппаратқа сеніп адамға өтірік жүйе. Ауру бар ма жоқ па соны анықтау ғой. Иә. Ол аппарат қанша айтқанмен ол адам жаңағы сіз айтқан сияқты адам денесі өзі бір биологиялық дене қозғалыстағы. Иә. Оны ана темір анықтай алмайды. Ішінде болып жатқан барыс. Не бар, не жоқ. Бұл жерде жаңағы менің мына рухани ұстазым дейді, осы жаңағы ана патшалық кезінде жазылған кітап негізінде кеңейтіп
осыны жаңағы қарапайым тілге жеткізген адам. Сол кісінің жаңағы 12 түрлі сұрағы болады мына адамның сау адам екенін жаңағы дәлелдейтін. Оның қарапайым, мәселен, біріншісі ұйқысы қандай? Соны сұрайды. Жақсы ұйықтайсың ба? Иә. Бірден ұйықтап кете аласың ба? Түнде оянасың ба? Ұйқы. Одан кейін тәбетің жақсы ма? Кез келген тамақ ішсең, Қабылдайсың ба? қабылдайсың ба? Ауырлық сезілмей ме? Одан кейін үлкен кіші дәретің қалыпты. Мәселен, сау адам күнде таңертең дәретке отырады. Иә. Жаңағы мына жердегі мына сол ішектің биологиялық сағаты болады. Таңертеңгі таңғы сағат 5 пен 7-нің арасында бұл жұмыс істейді. Иә. Сол кезде үлкен дәретке отырады. Жаңағы үлкен кіші дәретін сұрайсыз. Одан кейін мына аяғы тоңа ма деп сұрайды. Аяғы тоңатын адам бұл адамның жүрегі әлсіз. Қан айдай алады. Неге десеңіз, бұл аяқ жүректен ең алыс орналасқан мүше болғандықтан, бұны Алла тағала жаратып қойған жаңағы баласы дейдік қой, иә. таш ішек. Таш ішектен алатын қылып жаратып қойған. Бұл адамның жаңағы аяғы тоңса, жүректен келген жылуы жетіспей тұр. Бірінші. Екінші, осы адамда сөзсіз жаңағы Ашшек. мына жеген тамақ қорытылмайды. Сіңірмейді. Сөйтіп осылай жаңағы сұрақ қойып диагноз шығарса, иә, одан кейін бұл келешекте болатын аурулардың алдын алады. Міне сол кезде мәселен мына ой сенің мына ұйқың дұрыс емес. Әсіресе ұйқыны да бөлеміз біз. Бірден ұйықтай алмайтын жағдай болса, ол 100% сол адам жүрегі дұрыс. Ал енді жаңағы түнде ұйықтап жатқанда оянасың ба деген сұрақта, жаңағы 1 мен 3-тің арасында ояна беретін адам болса, бұл адам келешекте сөзсіз ауыр ауруына душар. Мәселен, мына ауырдың рагы, бұл адам кем дегенде 3 жыл бұрын осындай 3 жылдың алдында белгілері көрінеді. Белгілері көрінеді. Жаңағы түнде себепсіз не болмаса кіші дәрет қысып 1 мен 3-тің арасында ояна береді. Оянғаннан кейін біразға дейін ұйықтай алмайды. Бұл осы ауыр рагының белгісі. Кейін болады. Сондай алдын ала болжау.